Болашақта компьютердің алдында ойын ойнайтындардың барлығы осындай болады. Бұл әшейін ғалымдардың болжауы ғой деп айтсам да болатын еді, бірақ мына геймерлерге қараңыздар. Наушник тағып компьютердің алдында отыра бергеннен бастарында осындай құйыз пайда болған. Геймерлердің бірі эфирде отырып басын қырған еді, сөйтсе шынымен де басының формасы өзгерген болып шықты. Енді ғалымдардың айтуы бойынша 20 жылдан соң барлық компьютердің алдында ойнап отыратын геймерлердің келбеті осындай болады екен. Бастары қисайып, омыртқасы бүкірейіп, кнопка баса бергеннен саусақтарының формасы өзгеріп, көздерінің зрениясы нашарлап, аяқ қимылдамай отыра бергеннен асты жағы осылай ісініп кетіп, қарын шығып тұрады екен. Негізі шынымен де шындыққа жанасатын болжау және теория. Геймерлердің табысы ойыннан келген соң күні бойы компьютердің алдында осылай отыруға дұрыс келеді. Әрине ол денсаулыққа әсерін береді. Ал қалай ойлайсыздар, шынымен бір ғана наушник бастың формасын өзгертіп жібере ме, или бұл жай ғана өсектердің бірі болды ма? Ойларыңызды комментке жазып, кейін Диананың қызықтарына жазылып алуды ұмытпаңыздар. Мақұл?